қош келдіңіздер. Бүгінгі блогта біз көкжалауға ночевкамен баратын боламыз. Блог қызықты болады деп ойлаймын. Және бір қызық жағдай, менің тауға шығып бастағаныма бүгін тура 1 жыл болып жатыр. Егер арнама кіріп қарасаңыздар, Горельникке барған видеом бар. Сол жаққа біз 12 тамыз 2023 жылы барған болатынбыз. Ол менің алғаш рет тауға шығуым. Бүгін 12 тамыз 2024 жыл мен 5 рет тауға шығайын деп жатырмын. Бірақ осы жолы мен алғаш рет тауға ночевкамен бара жатырмын. Блог қызықты болады деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Біз көтеріп бара жатырмыз жолдарға. Олар ауыр сумкаларды көтеріп алды. Ал біз тек өзіміздің рюкзагымызбен көтеріп бара жатырмыз. Ыстық. Қиын жолдарды жүріп өттік, енді оңай жолдар қалды. Бұл жолы ночевкаға тоже мен танымайтын адамдармен бара жатырмын. Өзіміздің кітап алып клубтың адамдары, бірақ та танымайтын адамдар. Сол маған танымайтын адамдармен тауға шығу, сапарға шығу, әншейін сән ғой. Жүре бересің ғой. Ең алғаш рет тауға шыққандары Горельникке баратын кезде тиктоктан тауып алған қыздарды. Содан бері әлі танымайтын адамдармен бірге шығып жүрмін ғой. Базар жоқ, күштімін мен. Біз уже жеттік. Жолға 2,5 сағат уақыт кетті. Алғашқы кезде қиындау болады. Себебі лестницамен көтерілеміз. Одан кейін жол тегістеледі. Қазір енді орын қарап, палаткамызды тігіп орналасамыз. Өзінің ужин ішеміз. Біздің ужин и завтрактың тамақтары. Мына жақта палатканы құрып жатыр. Мен сенемін жастарға. Мына жақта қыздар жатады. Мына 2 палаткада ұлдар жатады. Кадрды ұрттым. Бізде ужинға бүгін роллтың. Шарт бар ма? Мына балдарға мен бутылканы беріп жүресің. Қайсайма мені. Қайсы болды? 0,5. Міне, аштым. Боқтайма, боқтамайма. Біреудің балалар ма? Тоғырваңтарыңыз бар ма? Әкеліне алса. Менде бар. Қайсай суын байлап еш? Таңға дейін жетпейді сияқты, бірақ. Хорошо. Вот, біз бүгін роллтың жейміз. Сая. Мына что біреу бар. Ішіне несін қоя саласың ба? Мына нелерді қоямыз. Ана не жоқ дегеннің астын көрдіңіз ба? Может, роллтың астында бар шығар? Қарадым, сол жоқ. Тамыза деп ойландым да миыммен. Біз шай ішіп алып, енді неге бара жатырмыз, закат көруге бара жатырмыз. Көшелі. Біздің палаткаларымыз, ана жақта біздің тамақтарымыз. Мынау біздің кісілер. Алматы, жұлдыз, рассвет. Тұратында көріп, таптырмайтындар. Просто красота. Смотрите, как красиво. Таудағы алғашқы закат. Это очень красиво. Мен плюс
сұлулықтарға қарап келе жатырмын. Блин, камера жеткізбейді әдемілігін, бірақ вид очень красивый. Мен бақыттымын. Так красиво. Мен видеоға түсіретін бір адам керек. Всегда барлық жүріп жүретін. Короче, видеограф керек сияқты. Фотоға видеоға түсіріп жүретін. Мына жақта жарық жағуға әрекеттеніп отыр. Фонарик іліп қоятын нәрсе жоқ екен соған. Қазір көреміз енді. Жасалына ма, жасалынбай ма? Осындай ужин. Ролтын жүріп отырмыз. Бәріне жеттім әне. Иә? Баса кімде де инамаз бар? Енді? Тағы? Кішкентай жеміз ондай крем жеміз. Төсеп отырып алады. Не? Начопка деген болса. Болмаса бірақ қылам бойына. Тек осы уақытта соға жетті. Толдан бойына. Инан бай соқсам енді әдемі болады. Барғаннан жоқты үйетті ештеме көрмей алар. Тауға қарап отырсыз. Келесте отвертмен шұрпай так көремін. Кірет налаға. Скотч алып қойы болмаса. Күйзі әкеп бар. Тестер ма түнде? Бәрі ұқтайды. Келеді, жүреді, әңгіме айтады, анаяққа, мынаяққа, қалаңын айтып өсегізесін. Сөйтіп жүреді да. Где-то ұйықтаса бір 2 сағат қисаяды, әрі кетсе. Парктың ішіне келіп жатады. Ұйықтай алмайды. Оларды істемей қойып, ұйықтай қойып. Бізен найзағай ойнап кішкене жел болып отыр. Еще жаңбыр ішке кіріп отыр. Кішігерім сұн шықпай ма? Жаңбыр жоқ кетті, біз қалады. Короче, маски киіп алдым, потому что мынау спальниктен иісі нашар. Ұнамай отыр маған. Палаткамыз ішке дейін деп тұр. Еще далада жаңбыр. Қытсындағанбыз. Қандай бір нелер сияқтымын. Әскери адамдар сақтап жатырмын ғой. Палаткада қазір өзім қалдым. Жанында қыздар шығып кетті. Жаңбырда кішкене басылған сияқты, бірақ сәл жел болып тұр. Палаткамыз қозғалып тұр. Мен бірақ қуаныштымын. Мен жалпы осындай приключениялер жақсы көремін. Мен, короче, арманым орындалып жатыр, соған қуанып тұрмын. Палаткада түнеу, тауда ұйықтау, жұлдыздарды тамашалау, күннің батуын, күннің шығуын көру. Еще жаңбырдың астында қалу, бүткіл андай нәрсе орындалып кетті бір күннің ішінде. Мен өте қатты бақыттымын, достар. Сақтағанымызға сені жасап береді. Алып тектік ауысаларын. Солай дұрыс болмай ма? Давай, болады. Не қуартып қылды? Бір адам жоқ. Изат ұйықтап отыр. Жабысып қойған ба не? Вот нормально. Соны өлтірем жейді оған. Сөйтіп барады да ананы не істейді? Шпайшы сияқты. Сөйлестерді Өлген адам жоқ сөйлеп жатырмын. Изаттың деп ойлайсың? Мағжанда бір дауыс. Екеуің бірін кірді, анам көзін құртыңдаршы сізге. Походқа бармасам ұят. Қалай екен? Красота. Мен айтайын ба? Туында камера жеткізбейді ғой. Sleep. I'm
бізде бәрі ұйықтап жатыр. Менің артымда түн болып жатыр, негізінде қараңғы. Мына жақта күн шығып жатыр. Мен закатты да көрдім, жұлдыздарды да көрдім, палаткада да жаттым, далада да жаттым. Енді вот рассвет күтіп отырмын. Мен андай тауға барып палаткада ұйықтау, ночевкаға бару дейтін арманым артығымен орындалып кетті ғой. Мен сондай күшті бір бақытты сезімде отырмын ше. Әдемілікті сезініп көру емес, сезіне алудың өзі үлкен бақытта. Короче, мен өсе благодарнымын қазір. Мына жерде қатты жел болып тұр. Мен тоңып жатырмын. Осылай негізінде спальник бетіне ұнады. Сол нәрсені жамылып отырмын, бірақ сонда салқын жел. Палаткаға барам. Жатам. Ұйықтай алсам ұйықтаймын. Біздің палатканың ішінде өрмекші жүр. Мен дейтін 1 сағатта ұйықтадым. 5:30-нан 6:30-ға дейін. Енді қазір завтрак ішеміз. Қазір бізде сағат 9 болып қалды. Біз қайтуға жиналып жатырмыз. Жаңа завтрак ішіп алдық. Мен заттарымды салып жатырмын. Мына жақта SPF крем, керек ең қажетті нәрселер салып келдім. Каждыйымыз бір алмадан салып отырық. Кепканы киіп алам. Бой ұрғанға келем, ол уже кісі өлді. Осы блог күшті болып шықса екен. Осы ночевкаға шыққаныма кәдімгідей қуанып тұрмын бар ғой. Барлық нәрсе маған ұнады. Күшті сезімде болдым, короче. Барам да. Мен Айшаны апарам. Айша. Достар, мен бағытқа барам. Столдың басына келем жүрсіз. Сағат біздейші. Арай өз тұрап, сай өздейді. Атауды әдемі салған кім салса да. 15 минут. Біз кеттік. Күн қатты түсіп тұр ғой. Сақтағаның қолында мусор.